Қайырлы күн, кино сүйер қауым. Біз бүгін Бахар телесериалының 59-60 бөліміне келдік. Бахар түрмеде отырады. Енді түрме дегенде изолятор. Әйелдер барлығы сөйлесіп, өздерінің әңгімелерін айтып, ақылдасып, жылап, іштеріндегілерін тарқатып, біраз сөйлеседі. Одан кейін арызын қайтып алады. Қайтып алу үшін ол Тимурға менімен бірге осы үйде тұру керек деп шарт қояды. Оған Тимур келіседі. Яғни Ренгенмен бірге бір отбасы болып тұру керек. Одан кейін Азиз бен Ураз екеуі ұрысып қалады. Серен айтады, сен менің анамның айтқаны рас екен, сен тек қана Англияға барудан бас тарттың. Мен баланы мен ғой көтеріп жүрген, мен ертең қарайтын деп енді біраз жерге дейін барып ұрысып қалады. Одан кейін ауруханаға бір бала қолы жарақат алған, сол бала түседі. Оған Эврен қарайды. Жалпы о баланың егер де қолы қатты жарақат алған және қансырап ұзақ уақыт бойы қалып қойған, сондықтан оның қолын отамен операция жасау керек, немесе қолын алып тастау керек па, сондай жағдай болады. Тимур мен Эврен екеуі осы жағдайға таласып тұрады. Эврен айтады, бұл бала әлі жас, сондықтан бұған қол керек. Сондықтан бұған енді өздерінің тілдерінше бір нәрсе жасау керек, бұл андай қолын кесуге болмайды дейді. Ал Тимур болса айтады, жоқ, қолын кесіп алып тастайық, уже ол өліп кетеді дейді. Сол кезде Бахар Сүрия ханымды шақырып келеді. Сүрия ханым Эвренді қолдап, Эврен екеуі сол жерде әдемі болып ана баланың қолын шамалы реттеп береді. Содан кейін ана бала одан кейін жақсы болып қалады. Сол жерде екеуі Сүрия махаббатпен Эврен екеуі жасап жатқан кезде маңдайындағы терінде Сүрия Эвреннің маңдайындағы терін сүзіп тұрады. Сол кезде Бахар қызғанып қалады. Одан кейін Тимур Бахарды шығарып салу үшін Ренгенге сол үйге бірге болғанын айтады, келісім шартын береді. Соны Бахар айтады, сен не үшін олай жасадың? Мен еш нәрсе бүлдірген жоқпын ғой дейді. Енді сені құтқару үшін солай жасауым керек болды деп Тимур айтады. Сосын Бахар жынданып кетіп қалады. Одан кейін Сүрия Бахарды шақырып алып, оны жұмыстан шығармақшы екенін және үйіне қайт деп айтады. Ол Бахар түсінбейді, не үшін дейді, өйткені сен түрмеге отырып шықтың, ол дұрыс емес деген сияқты, және үстіндегі адамдар, типа бастықтары саған қарсы болып жатыр дейді. Енді бұның барлығын Сүрия өзі жасаған ғой. Одан кейін бағанағы жас баланы өлтірмекші болады бір басқа екі қарақшы. Ол кезде Эврен екеуі, жаңағы жас бала екеуі сөйлесіп тұрған. Сол ана бала мен Эврен Алкынды маған керек дейді. Эврен Алкын өзі таңғалады, ол мен дейді. Сол кезде шығып Бахар екеуі коридорда сөйлесіп тұрған кезде екі кісі қолына қару алып кіріп келе жатады. Оны Эврен байқап қояды да, оны олар екеуін тоқтатпақшы болып жатқан кезде Эвренге оқ тиеді. Эвренге оқ тиіп, ол жарақат алып жерде жатып қалады. Сол кезде Бахар өлме, мен сені сүйемін деген сияқты сөздер айтады. Ал Эврен айтады, мен де сені сүйемін деген сияқты. Одан кейін Тимурды шақырып алады, көмектес деп. Сол кезде Тимур мен операция жасаймын деп оған көмектесіп атады. Сол кезде Сүрия да келіп Бахарға айғайлайды, кірмейсің, бағана мен саған не деп айттым, сен жұмыстан шыққан адамсың деп. Ана жерде біраз Бахарды типа кінәлап сөйтеді. Одан кейін Тимур отаға алып кетеді. Одан кейін Сүрия Бахарға да айғайлайды, және менттерге де айғайлап, жұмыстан шығасыңдар, қарауылдар, анау да мынау деген сияқты біраз нәрсе айтып, сол жерде айғайлайды. Және сол жердегі бір Сүрия Эврен отауға кетіп бара жатқан кезде мені тастамашы деп айғайлап, оның қасында егіл-тегіл болып жылап, жұрттың бәріне айғайлайды. Одан кейін ота басталады. Тимур жасайды. Тимур жасап жатқан кезде Бахар көмектесші дейді. Сол кезде Тимур айтады, маған сен, Бахар, мен құтқарып қаламын оны дейді. Одан кейін Сүрия жылап, күзет бөлімі жұмыстан шығарады, басқа күзет бөлімін алдыртады, анау мынау деген сияқты соны жылағанын көрсетеді. Одан кейін Эвренге оқ тигенін осындай больницада, Пиран больницасында адам бір дәрігер оққа ұшты деп күшті қылып жаңалықтарын айтып жатады. Сол кезде Сереннің анасы оны көріп қалады. Одан кейін Сереннің анасы оны шақырып алып, оны больницаға өзінің жақсы таныс гинеколог дәрігеріне көрсетпекші болады. Бірақ осы жағдайдың кесірінен ол Серен келмейді. Анасы жынданады. Осыларға әйтеуір бір тыныс жүре алмайды екен. Олар түгілі менің қызымның да басын қатерге тігіп жүр бұлар деп ана жерде айғайлап неге кетеді, больницаға келеді. Одан кейін Эврен отасы болады, Эврен тірі қалады. Одан кейін Сүрия бәрін Бахарға айтады, мен бұрынғы оның сүйіктісімін, ешқашан мен осы жерге жұмысқа келгеннен кейін барып мен сені біліп жатырмын, оған дейін ешқашан білген емеспін, маған айтқан емес дейді. Сол кезде Бахар оған айтады, сен сол үшін мені жұмыстан шығарып жатсың ғой, маған әйтеуір қадалып қалдың сен деген сияқты әңгімелер айтады. Сол кезде Бахар жылап,
сүре айтады, иә сол үшін деген сияқты қылады. Бахар жылап кетіп қалады үйіне барып анасына жылап үйіне барады. Сол кезде анасы айтады, сен туылған кезде бұл бала өледі деген сияқты қылған, бірақ сен әлі тірі жүрсің, сен мықтысың деп оған ыстық сүт беріп, оған ыстық душ қабылдап сөйтеді. Барлық мотивациялардың барлығын Бахарға айтады. Бахар оған құшақтап, иә анашым, мен кері шегінбеймін, енді мен алға қарай жылжимын, маған көрсеткен адамдардың барлығына мен өз жауабын беремін дейді. Содан кейін Бахардың анасы айтады, иә менің қызым сондай болу керек, менің қызым қайтпас қайсар дейді. Одан кейін Серенге больницаға анасы келеді. Анасы Серенге тоқтатып алып, сен ақ әйтеуір осындай нәрселерге ұшырайсың да жүресің, бәрі Бахардың ана қатынының кесірі. Егер де Бахардың жүрген жері өзі шу шығатта жүреді өмірі. Оның жүрген жерінің өзі сондай қауіп қатер. Оның қасында жүрме, сен жүр, больницаға барамыз, анау да мынау деп. Сол кезде Бахар мен Тимур екеуі келіп қалады. Екеуі шамалы сөзге келіп, біраз әңгімеге барады. Сөйтіп бүгінмен осы фильм аяқталды. Өте қызық болды. Келесі серияда Бахарды жұмыстан шығармақшы болады. Соның алдын алу себептерін айтады.